Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру пәнінен дәріс оқимын. Бүгін бізде 11-ші лекция. 11-ші лекциямыздың тақырыбы мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру бойынша жұмыста кітаптық иллюстрация әдісін пайдалану. Осы тақырып бойынша біз төмендегі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, көркем шығарманы қабылдауына иллюстрациялық материалдың әсері. Екінші, балаларды кітап иллюстрацияларымен таныстыру әдістемесі. Үшінші, мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру бойынша жұмыста кітаптық иллюстрация әдісін пайдалану болып табылады. Кітап иллюстрациясы бейнелеу өнерінің ерекше түрі ретінде әлемнің сенсорлық қабылдауын қалыптастыруға үлкен әсер етеді. Балада эстетикалық сезімталдықты дамытады. Ең алдымен оның барлық көріністерінде сұлулыққа деген ұмтылыста көрінеді. Кітаптағы иллюстрация бұл балалардың бейнелеу өнері әлеммен алғаш кездесуі. Кітаптың мазмұнын толықтыра және тереңдете отырып, балада шынайы өнер туындысын тудыратын сезімдер мен эмоцияларды оятып, сайып келгенде оның көрнекі қабылдауын байыту және дамыту арқылы кітап иллюстрациясы эстетикалық функциясын орындайды. Баланың қалыптасу процесінде кітаптың рөлін асыра бағалау мүмкін емес. Кітап оның табиғи қызығушылығын бағыттайды, оны дамытады және тереңдетеді. Қиялында пайда болатын мыңдаған сұрақтарға жауап береді. Балаларға арналған кітаптағы суреттердің қажеттілігі, олардың маңыздылығы ешкімге күмән тудырмайды. Бұл қазіргі балалар кітабының өзіндік ерекшелігін анықтайтын сөз бен кескіннің барлық мүмкіндіктерін синтездеуге деген ұмтылыс. Иллюстрация мәтінді тереңірек және жақсы қабылдауға, мазмұнды тез есте сақтауға, әлем туралы білім беруге көмектеседі. Мектеп жасына дейінгі балаларға дауыстап оқудағы мақсат оларды естуге және тыңдауға, яғни сөзді дұрыс қабылдай білуге үйрету. Бірақ оны өз орнымен тиісті жеріне көрсетпесе, ол қабылдауға кедергі жасауы да мүмкін. Жаңа кітапшамен танысу негізіндегі сабақтарда әуелі тексті жеке оқып шығып, содан кейін иллюстрациясын көрсеткен дұрыс екенін балалар бақшасының тәжірибесі дәлелдеп отыр. Сурет әрбір сөзден кейін көрсетіліп отырылуы тиіс. Әйтпесе, әртүрлі суреттерге еліктеген балалар тек суретті көреді де, көруден болған бейне сөзбен үйлеспейді. Өйткені балалар сөзді естімейді, оның дыбыстық бейнесі оларды қызықтырмай қалады. Балалар көңілін толық аударып, оларды қызықтыру үшін өте әдемі өрнектелген кітапшаның мұқабасын ғана жеке көрсетіледі. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кітаптар әдетте жақсы суретшілер қолынан шыққан, әртүрлі және бір түспен боялған суреттермен безендіріліп шығарылады. Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай тәрбиеші кітапшалардағы көркем иллюстрацияны көрсету тәсілдерін өзгертіп отырады. Көркем иллюстрация кітаптарды оқыту әдістеріне келер болсақ, бірінші, балаларға кейіпкерлер мен заттарды таныту. Мынау кім, білесің бе? Мынау кім, ол не көрсетті? Екінші, мәтіндегі сөздің суретпен қатысын айыра білу. Мына сөзге лайықты суретті тапшы. Мына суретке қандай сөздерді тауып айтуға болады.
Үшіншіден, фигуралардың орналасуына, кейіпкерлер қимылының әсерлігіне салынған заттарды бояуларына балаларға баға бергізу. Саған мына сурет неліктен ұнайды? Төртіншіден, бір шығармаға бірнеше суретшілер жасаған иллюстрацияларды салыстыру, өзара көрсету болып табылады. Сурет иллюстрациялардағы кейіпкерлер мен заттардың атын атаудың бұл тәсілі бір жағынан жеңілде, себебі оқу үстіндегі педагог өзі көрсетіп қояды. Тәрбиеші әуелі әңгімені түгел оқып шығады, одан кейін қайталап оқығанда балаларға әңгіме кейіпкер салынған суретті көрсетеді. Одан соң олардың өздері қарап көруге кітапшаларды таратып береді. Балалар суреттерді әбден қарап болған соң әңгіме иллюстрациясыз тағы да қайталап оқылады. Орта және ересек топтағы балалармен сурет иллюстрацияларды қарап көру текст сөзінің суретпен қатыстылығын айыру тәсілінде өтеді. Мысалы, қаңбақшал ертегісін қайталап оқудың алдында 5 жастағы бала суреттерді ойыншық кітапшалардан қарап көреді. Панорама кітапшаларда суреттің қозғалмалы композициясының әуелі біреуі, сосын екіншісі қозғалып шығып отырады. Ал басқа бөлігі де қозғап отыратын тұтқасы болады. Көркем шығарманы оқу және айтып беру үстінде балаларға тексті түсінуге, демек жақсырақ үйренуге көмектесетін, балалар тілін жаңа сөздермен, грамматикалық формалармен байытатын, яғни оларға қоршаған орта туралы жаңа білім беретін тәсілдер қолданылады. Көркем шығарманы оқыту тәсілдері: бірінші, мәтінге кездесетін түсініксіз сөздерді түсіндіру. Кіріспе сөз, кейіпкерлерге өз әрекетіне этикалық баға беру. Үшіншіден, мәтіннің грамматикалық үйлесіміне балалар көңілін аудару. Оларды синонимдік сөз тіркестерімен ауыстыру болып табылады. Біріншіде басталған этикалық тақырыпты екіншісі жалғастыратын және нақтылайтын, немесе жағымды және жағымсыз екі кейіпкердің ұқсас жағдайдағы мінез құлықтарын бір-біріне қарсы қоятын екі шығарманы салыстыру. Тәрбиеші мұндай сөздерді оқиға кейіпкерлеріне, солардың қарым-қатынастарын, ертегілер, әңгімелер, повестер тыңдаған кезде балалардың өздері берген баға ретінде жалықтырмайды. Тәртіппен айтса, оны балалар тез ұғып, көркем шығармаларды әңгімелеп берудің оқып беруден айырмасы, әңгімеші тексті сөзбе-сөз емес, еркін айтып береді. Әңгімелеп берудің ерекшелігін ескере отырып, тәрбиеші байыпты таңдау жасайды. Эпизодтар санын азайтады, баяндауы жеңілдетіледі. Бейне жасау құралдарын қолданылады, нақтылайды. Кейде сюжеті де өзгереді. Әңгімеші оқиғаларды байланыстыра отырып, барлық уақытта кейіпкер мінезіндегі өзгерісті суреттердің алмасуын ойша көріп отыруы керек. Әңгімелеп беруші, тәрбиеші өз әңгімесінің көркемдігіне, мәнерлігіне көңіл бөліп отыру керек. Әңгімелеп беруші дауыстап, тақпақтап оқып беруші емес, оқиғаны кішкене тыңдаушыларға көзімен көрген, соған құштар болған адамның әңгімесіндей етіп жеткізу керек. Тәрбиеші өзі беріле әңгімелесе, балалар да оны қызыға тыңдайды. Яғни шығарма балаларға еркін ұсынуы тиіс. Сол кезде ғана бала әңгімені жаттанды фраза есебінде емес, тыңдаушы әңгіме есебінде қабылдайды. Жалпы мысалға ертегілерді алайық. Біз балаларға ертегілерді әңгімелеп бергенде, ертеде ешкі құйрығы бөртеде. Одан бері көп те емес, аз да емес уақыттар өтіпті. Ертегі тез айтылғанмен, іс тез істеле қоймайды. Бұл шығарманың
колоритін қалпына келтіруге көмектеседі. Балаларды стилистикалық сезгіштікке тәрбиелейді. Кішкене тыңдаушыларды белгілі бір эмоциялық сезімге жетелейді. Қорыта айтқанда, көркем шығарманы оқыған кезде балалар үшін жаңа лексиканың мазмұны сол шығарманың тақырыбымен анықталады. Және жаңа сөздер өмірдің көркем бейнелері арқылы көрсетілген саласын бейнелейді. Оқылған шығарма кейіпкерлеріне тәрбиешінің берген адамгершілік бағасы: батыр қорқақ, қайырымды, жауыз, еңбексүйгіштік, жалқау, адал, сұм, мырза, сараң, пайдақор, олардың қарым-қатынасын берген бағасы. Дос, өш, сүйіспеншілік, өшпенділік есебін балалардың сөздік қорын кеңейтіп, және де жақсы мен жаманды ажырата алуға бейімделеді. Осы тақырып аясында біз Рахметованың көркем шығарма түрлерін оқыту, Баймұратованың және Федоренконың еңбектерін пайдалана аламыз. Ал құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды.